Ауыз ашар, ауыз ашар. Ауыз ашарға әлі 8 сағат 10 минут бар. Донер. Қойшы, шыдай алмайм мен. Донер жеп алайыншы лучше. Оразада жеуге болмайды ғой жалпы, білесің ғой. Иә? Аузын ораза екен білет. Оның заңы сол ғой. Сол, ол біліп тұрып жеп қойған ғой енді. Түсіндің ба? Аузы берік бола тұра? Сосын имамға бардым, сұрадым. Иә, ұстаз деді. Егер де адам ораза екен біле тұра, қарын ашып шыдай алмай жеп қоятын болса, 60 күн ораза ұстайды дейді. 60 күн? Иә. Ешқандай да себепсіз бір нәрсені біліп тұрып әдейі жеу. Егер осылай істеген жағдайда ораза кафаратын өтеу қажет болады. Бірақ тағам ауызда езіліп, тамақтан өтпейтін болса, дәмі де тамақтан өтпейтін болса, онда ораза бұзылмайды. Сонымен қатар ғайбат айтқан жағдайда, қан алдырған жағдайда оразам бұзылды деп әдейі ішіп жеуді жалғастырса, онда ол да кафаратты қажет етеді. Осы жағдайларға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кафарат үшін бір құл азат етуді, егер оған жағдайы шамасы жетпейтін болса, 60 күн қатарынан үзбестен ораза ұстауды, оған да жағдайы жетпесе, онда 60 жоқ-жітік кісіні тамақтандыруды бұйырады. Рамазан айы мүбәрәк болсын.